Мен сизге телефон чалып турам. Апа сырсын болбоңуз. Кайда болсоң да аман бол кызым. Yok. Жолуңа керек болот. Ала ала кой. 걔한테 밥 좋으니? Yeah. 아주 잘했어. Нет. Не звоните. Айгуль здесь не живет. 전화 번호를 어머한테 주지 말았잖아. 엄마 데리고 바람 쐬어라.
аны Жылы Заманбеков ал туура жанагыдай экономикалык кылмыштуулукка баргандардын өзүнчө шотун ачып. 2 шот ачылгантат. Мисалы үчүн кээ бир сиздердин коллегалардан сунуш берип атат. Өз каалоосу менен ушул мамлекетке жардам беребиз дегендер да бар. Ошого өзүнчө шот ачып берсеңер деп, аны биз ачып атабыз. Экинчиси жанагы коррупциялык механизмдер менен өндүргөн. Ал жерде мүлкү болушу мүмкүн, каражаты болушу мүмкүн. Ага да азыр мына бизде макулдашууда жүрөт. Каржы министринин астында шот ачабыз, ошого топтойбуз. Өкмөт айтып атпайбы, мен эсеп ачам дагы кыргыздар топтоп карызды төлөйт. Айланайын, аман болгур. Эс барбы? Мындай бир ой жүгүртүү барбы мындай? Кайдан түштү ал? Кыргыз белчесинен кредитке батып, балдарын, кыздарын окталбай атса, анан сенин карызыңды төлөйбү? Кыргыздын бүгүн желкесинен езип олтурган кредит деген маселе бар. Кредит албаган үй бүлө дээрлик жок эсе. Мына силерди окутам деп ата-энеңер кредит алды. Эртең күйөөгө берем деп кредит алат. Үйлөнтөм деп кредит алат. Там алып берем деп кредит алат. Ипотека алат, там куруп атабыз деп. Анан ушу бул өтө акылсыздык маселе бул. Өтө акылсыздык маселе. Кандай дейсиздер? Ушул жерден иштеп акча таба албастан сыртта тишинин кирин соруп, кордук көрүп сыртта жүрөт да кыргыздар анан кыргыз өкмөтүнүн алган, жеп ичкен, чоңдордун кан сарайларын салган, миллиардер болгон, доллар бою миллионер болгон азаматтар үчүн ошолордун карызын төлөйбү. Не деген акыл бул? Не деген ой? Эгерде ошондой оюң, пикириң болгон болсо, Кыргызстандагы 100 уурун топто, эгер чындап кыргызды карыздан кутулгуң келсе, урматтуу премьер-министр, өкмөт башчы, 100 ууруну билесиң, бардыгы билет. Бардык кыргыз билет. 100 уурун топто, ушундай кылып жыйна, айт. Жедик, ичтик, эми жараткандан корколу дагы кайтаралы. Де ушундай деп 100 ууруну карма. Анын 35-ин издештин кереги жок. Жээнбековдун чөнтөгүндө бар. Тизмеси барбы? Ошолор топтобойбу? Мына карагыла. Жаштарга орун берели. 92 жаштагы премьер-министр кайрада Малайзияга келди. 92 жашта. Эмне кылды? 5 күндүн ичинде 50 миллиард доллар топтоп койду. Кимден? Уурлардан. Окудуңарбы? 50 миллиард долларды ордуна коюп койду. 5 күндүн ичинде. Кандай дейсиңер? Мана күйгөн, баягы камера үчүн иштебеген, камера үчүн намаз окубаган, камера үчүн соопчулук кылбаган, жетекчинин кыла турган иши ушул. Кабинеттен чыкпай эле жасай турганын жасап коет. Мана Өзбекстандын президенти Мирзиёев не деди кече чыгып? Соц тармактардан кайрылды. Көрдүңөрбү? Айтты. Бүт баарын чекеден мамлекеттин казынасына уурдагандарын төктүрүп атам деди. Күнүнө 1,5 миллион доллардан түшүп атат мамлекеттик казынага деди. Күнүнө дагы түшөт деди. Түшүп бүткөндөн кийин бул айвандар чыгып элдин алдында кечирим сурайт деди теледе. Мына ушундай болот күрөш жүргүзгөн киши. Күрөштү ушинтип жүргүзөт. Анан сонда өзінің қас жауына, дінсіз кәпірге өзінің қызын бермей тұр. Ал бүгінгі біздің қыздарымыз ойланбастан кетіп жатыр. Ондағы нәрсе не? Дүние. Дүние деген нәрсе боқ, айналайындар. Бүгін бар, ертең жоқ. Сол Қытайдың бар пақашаян жегеннен не пайда ол? Одан да қазағыңмен бірге қазғартаңды жеп, қамызыңды ішіп, сонымен бірге отынмен кіріп, суына шығып, ауылда тұрсаң да, осы туған жеріңде, ата-анаңмен бірге қасында болып, одан асқан арман бар ма? Қазақтың санын көбейтіп, ата-аналарыңыз сізді бала кезіңізден бастап мәпелеп өсірді. Құндақтағы сәби 9 ай 9-ын көтерді шешеңіз. Өліммен өмірдің ортасына жатып сізді босанды. 2 жыл емізді. Әкең бүткіл жағдайын жасады. Сыртта жүріп ақшаңды, телефоныңа дейін, бүткіл киімдеріңді. Енді міне қызымның қызығын көрім. Ұлды ұяға қондырам, қызды қияға қондырам. Құда болам, төрде отырам. Ертең немере сүйем деген кезде бір қысық көз Қытайдан барып үйленіп атсаң, ят емес па ол? Әке шешеңнің намысы қайда? Олардың берген тәрбиесі қайда? Айналайындар.
Сондықтан әрбір қазақтың қызы ойлану керек. Ол дүние деген нәрсе боқ. Ертең сол өзінің осында қазақтың жігіттері байиды. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды дейді. Қаншама достарымыз бар, студент болып үйленіп атады, кейінде үйін алып, мәшинесін алып, жағдайын жасап атқан. Алла Тағала беріп те сынайды, алып та сынайды. Дүние бүгін бар, ертең жоқ. Бірақ адамзатты сұлулықпен, мансаппен, байлықпен, дүниемен өлшеуге болмайды. Адамзаттың өлшемі оның руханиятында, оның тектілігінде, мәрттігінде, оның адами құндылығында оның. Міне нағыз адам, міне текті адамға үйлен. Көрдің ба? Сонда сенің ұрпағың да текті болады.